Елде жетіспей тұрғаны аутист балаларды оқытатын орталық жоқ. Ата-ана қайтсын, бауыр еті баласының өзгелермен аралас құралас жүрсе денсаулығы түзеліп кетер деп те үміттенеді. Ал елде кейінгі 7 жылда аутизмге шалдыққан балалар саны 5 есеге артқан. Ата-аналар жәрдемақының да аздығына ашынады. Әріптесім Назерке Абдрахманқызын тыңдайық. Айслу Маженова 10 жылдан бері ерекше баланың күтімін жасап отырған ана. Ол бауыр еті баласын емдету үшін талай мемлекеттерді аралап бармаған жері қалмапты. Тіпті қоғамға бейімдеу үшін арнайы оңалту орталығында ашқан. Себебі елімізде ерекше жандардың күтімін жасайтын мекемелерге мемлекет тарапынан тегін квота 2 айға ғана беріледі екен. Айслу осы мерзім ішінде баланы оқытып үйрету мүмкін емес дейді. Вы же понимаете, что такой ребенок нуждается в коррекции всю свою жизнь. Мұндай ерекше балаларды өмір бойы қоғамға бейімдеу керек. Олар үнемі қолдауды қажет етеді. Ал мемлекеттік орталықтар баланы 2 ай ғана қабылдайды. Бұл дұрыс емес. Бейімдеу жұмыстары ұзақ уақыт бойы жүргізілетін орталық құру керек. Мұндай орталықтарға сала ауруына шалдыққан немесе аутист балалар келеді. Ал сен бәріне бірдей қолайлы жағдай жасауың керек. Бұл мүмкін емес. Себебі мұндай науқастар 2 түрлі оңалту шарасын талап етеді. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше елімізде соңғы 7 жылда аутизмге шалдыққан балалар саны күрт артқан. Мәселен, 2015 жылы 228 бүлдіршіннің бойынан осы дерт анықталып, ал былтыр бұл тізімге тағы 1000-нан астам бала қосылды. Сорақсыз сол ресми тіркеуде тұрғандардың жалпы саны 5000-ға жуықтап отыр. Осы орайда ата-аналар мүгедек балалар мен олардың күтушілеріне берілетін жәрдемақы дымға жетпейтін айтады. Ол аздай бала күтіміне төленетін қаржылай қолдау кәмелеттік жасқа толғаннан кейін мүлде алынып тасталады. Бұл мәселеден жауапты министрлік хабардар екен. Ата-аналар жиі шағымданатынын жасырмайды, бірақ одан әзірге нәтиже шықпапты. Дети с 7 до 18 лет делятся на 3 группы инвалидности. Первая. Бізде 7-ден 18 жасқа дейінгі балалар мүгедектігі бойынша 3 топқа бөлінеді. Сәйкесінше олардың жататын топтарына қарай мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы беріледі. Оның көлемі 50 мыңнан бастап 69 мың теңгеге дейінгі аралықты құрайды. Сонымен қатар мүгедек балалардың ата-анасы немесе қамқоршысына жәрдемақы төленеді. Қазір оның көлемі 50.426 теңге. Бұған қоса елордада дефектолог мамандары, себебі бас қалада оларды дайындайтын арнайы оқу орындары жоқ екен. Әрі сала мамандарының айлығы шайлығына жетпейді. Жас маман ретінде мен 2014 жылдан бастап жұмыс жасап бастадым. Толық ставкаде 28 мың теңге алатын 2014-те. Ал 2015-те, мысалы, ол кезде өзгерді да. Еңбек кодексында өзгерістер болды, арнайы педагогикаға басқа жышкамен қарап бастады бухгалтерия. Сол кезде 56 мың теңге болады. Сол 3 жылдың ішінде сол айлық өспеді. Тек январда ғана 1 мың теңге қосылып тұрады, өйткені еңбек 1 жылдық өтілімге қосылатын пайыздық мөлшерін. Аутист балалардың ата-аналарының бар қалауы, оларды қоғамға бейімдеп оқытатын орталықтардың елімізде көптеп ашылғаны. Әрі мұндай мекемелер әрбір ерекше балаға қол жетімді болса екен деген тілегі бар. Назерке Абдрахманқызы, Жандос Битабар, Хабар 24.